күнде жібектің үйіне келіп тұратын. Жібек оған неше түрлі сылтауын айтып қайта шығарып салатын. Жібекке сен бәрібір менен артығын таппайсың, менікі боласың дейтін. Бірақ бұл сөз жібекке еш әсер етпеді. Алмас жібекті өзіне қайта ғашық ету үшін барлығын жасады. Бір күні қоярда қоймай Алмас жібекті киноға ертіп барады. Сол жерде үлкен дайындықпен жібекке сөз салды. Үлкен экраннан екеуінің бірге түскен суретін шығарып сөз салды. Көпшіліктің көзінше сөз салғанға жібек те еріп сала кетті. Алмастың сөзін, сезімін қабыл алды. Бұл кездегі Алмастың қуанышында шек жоқ еді. Сол қарқынмен тағы 3-4 ай жүреді. Сол аралықта жібек өз еркімен Алмасқа беріліп те қойды. Соған қарамастан тағы өз әдетіне басты. Тағы көкірегіне көтеріп, Алмаспен сөйлескісі келмей жүрді. Оны тағы тастап кетті. Бірақ бұл жолы Алмастың өзі де шаршады ма, ештеңе айтпады. Тек әскерге кететін жеткізді де, содан кейін хабарсыз кетті. Арада біраз уақыт өтті. Бұрынғы барынша көңіл бөліп жүрген Алмас жоқ. Енді жібек Алмасты анда-санда есіне алып, сағынып қоятынды шығарды. Қолда бар алтынның қадірі жоқ деп, есіне барлық жақсылығы енді түскендей. Бірақ намысы жібермей хабарласпайтын. 2021 жылдың қыркүйек айы болатын. Алмас кеткен жібек қатты өзгеріп, мінезі тіпті бұзылып кетті. Бұрынғы шегетіні былай тұрсын, енді тіпті ішуге көшті. Болашағын тіпті ойламады. Тек бір күндік қызу үшін жүргендей. Бір күні жібек құрбысымен қыдырып жүріп, орталықтан тағы бір жігітпен танысады. Сол жерде еш ойланбастан телефон номерін берді. Сөйлесе келе жігіттің әкесі мектеп директоры, анасы да мұғалім болып жұмыс істейтінін білді. Жақсы жерден бай отбасынан шыққан жігіттерді жақсы көретін жібек, бұл жолы жігіттен айырылып қалғысы келмеді. Екеуі сөйлесіп жүріп, ол жігітке де өз еркімен беріліп қояды. Сол жағдайдан кейін өзін жайсыз сезініп, жүрегі айнып бастайды. Өзінің жүкті болған бірден сезінген жібек үйіндегі әке-анасынан айтуға қорқып, жүрек сүніп жүреді. Арада 2 ай уақыт өтіп кетеді. Іші білініп қалмасын деп, жігітіне өзін алып қашуды өтінеді. Еш қарсылықсыз жігіт келісіп, жібекті алып қашты.